Бірнеше жыл бұрын қазақ ютубындағы Қуанғали Нұрболат өзінің бұрынғы рубрикасын бастайтын болған. Қызық шыжық. Шыжық емес, шыжық. Ешкім білген жоқ ол оралатын. Тек Нұрболаттың өзі болмасы. Ары қарай не болатынын көрейік. Сәлеметсіздер ме, ханымдар мен мырзалар, сіздермен бірге мен Қуанғали Нұрболат. Қызық шыжық бағдарламасына қош келдіңдер. Мына жерде мен әртүрлі әрі қызықты видеоларды көрсетемін. Ең алдымен менің YouTube арнама тіркеліңдер. Ал мен бастаймын. Ал біздің бірінші видеомыз осы. Явно пахан мен баласы ғой. Или қалай? Жалпы взгляды қорқыныш екен сол атаның. Анау қалай спокойно отыр деймін да? Ну ничего енді. Видео смешная, ситуация страшная, да, но кеттік ары қарай келесі видеомызға. Осындай статуэтка премия вообще алып жатырмын өмірімде. Шын сіздер тоже Осы сауырады деймін да. Сіздер тоже менің өмірімде бірінші рет маған статуэтка берген жансыздар. Рахмет. Базар жоқ, не затқа отыр? Білмеймін. Жалпы мен көп зат көрдім, көп ән естідім, бірақ осы әнді мен ешқашан естімеппін. Осы ән менің жүрегіме қатты тиді, қатты кәдімгідей сүйектен өтті. Вообще не айтып жатыр, бірақ түсініксіз жылағым келіп кетті. Ойнайтын. Түсіндім, бұл Wi-Fi-дің ақшасын төлемеген кездегі сәт қой мынау. Ал келесі видео мен таба алмадым достар. Но бұл жай эксперимент видео негізі. Қызық шыжықты ұмытпадыңдар ма деген ол. Сондықтан да егер қаласаңдар қызық шыжық шығу үшін осы видеода 5000 лайк болу керек. Сендер маған көмектесе аласыңдар, егер соны қаласаңдар егер. Менің ВК парақшама қызықты әрі күлкілі видеолар жіберіңдер. Келесі қызық шыжық шығып жатса егер 5000 лайк не алса, сол видеоларды мен деген қоятын боламын. Обзорлайтын. Білмеймін, ал дейді оны. Стебаться ететін боламын. Ал, қош болыңдар. Ханишуа. Ой, ойнайтам. Давайте. Пока-пока, чё? Пока-пока.